құрметті оқушылар, мен Накупова Нұрыш Абдыманап қызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 9 сыныптың қазақ әдебиеті пәні бойынша атадан қалған асыл сөз бөлімінен Қазбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын тақырыбын өтпекшіміз. Сабақтың оқу мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану, шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың түрлерін анықтау. Ал енді балалар, Қазбек бидің даналығын байқатқан мына бір үзіндіге көңіл бөлейік. 14 жасында елшілікке хатшы болып барып, басшы болып қайтқаны ел аузында әлі күнге аңыз болып айтылады. Қазбек би халықаралық дәрежедегі елші дипломат болғанын білеміз. Ел намысын қорғауға арналған сондай-ақ даулардың бірі Қазбектің Қалмақ ханына айтқаны. Қалмақтың ханы Қонтажы қазақ елін 3 рет шауып алғанда, малдан бөлек сол шабылғанның ішінде бір талай ұл мен қыз да кетіпті. Соны сұрап, қазақ елші жіберсе, Қонтажы ешбір есе бермепті. Қазақ билері бас қосып, Қалмақта шынымен-ақ ұлымыз құл, қызымыз күң болып кеткеніме, қол жинап бір шайқассақ қайтеді деп, Абылай ханның алдына келіпті. Сонда Абылай елші жіберіп, оған есе бермесе, сосып шайқасайық дейді. Бұл жұмысты Қаракесек Келдібек биге жүктейді. Келдібек өзі бара алмай, өзіндей кісі таба алмай, ақыры Қазбек деген үлкен баласын ұзақ жолға жіберіп, сынамақшы болады. Қазбек Қонтажыға келіп қарысып тұрып, ел ебелек емес, ер көбелек емес, дат дейді. Әй, өзің жөніңді айтшы, атың кім дейді. Қонтажы: атым Қазбек, әкем Келдібек, халқым қазақ, руым Қаракесек дейді. Даусың қаздың даусындай қаңғылдап тұр екен, ал датыңды айтшы депті хан. Сонда Қазбек: біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Еліміздің құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпанға басындырмаған елміз, басымыздан сөзді асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзын ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ, қарысқалы келгенбіз. Сен темір болсаң, біз көмір еріткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Табысуға келмесең, шабысуға келгенбіз. Сен қабылан болсаң, мен арыстан, алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас сұлпар жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желімнен жабысқалы келгенбіз. Берсең жөндеп бітіміңді айт, бермесең дірілдемей жөніңді айт, не тұрысатын жеріңді айт депті. Сонда Қонтажы не дерін білмей сасып қалады. Өзінің қалмақтарына: менің енді бұған қайтарып айтар сөзім жоқ. Мал мен жарын есептеп, алдына салып беріңдер дейді. Мал мен жанды есептеп бергеннен кейін хан: жаным Қазбек, сені жаңа үйреткен жас тұлпар екенсің. Сенің айтқан сөзіңе менің буыным шыдамай, сіресіп тұра алмадым. Сондықтан саған 2 түрлі белгі беремін. Біреуі сенің даусың қаздың даусындай қаңқылдап шығады екен. Сондықтан сенің атың бұдан былай қаз дауысты Қазбек болсын. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Қазбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын деген шығармасы. Осыған байланысты мына бір үзіндіні тыңдап алайық. Бір адам Қазбек биге кім жақын, не қымбат, не қиын деген 3 сұраққа жауап беруін өтінеді. Сонда би оған былай үн қатыпты: тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайын жақын, бауырмал болса інің жақын, алдыңа тартқан адаласын, қимас жақын қарындасың. Сыбайлас болса нағашың жақын,
адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, жан серігін жас кезіңнен бәрінен де әйелің жақын. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқыланған сөз қиын, дәл осындай жағдайда панаңа болмас өз үйің, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып өзің түскен өрт қиын, не істеріңді біле алмай ашиды сонда бас миың. Осы шығарма негізінде Қазбек бидің кім жақын деген жауабына байланысты өзіміздің ықтимал жауабымызды мына бос тұрған бағанға толтырайық балалар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Әрқайсымыз өз жауабымызды осы бағанға толтырып шықтық. Енді келесі не қымбат дегенге көңіл бөлейік. Бұл тапсырма бойынша да балалар біз бос бағанға өзіміздің жауабымызды жазып толтырайық. Не қиын деген сұраққа Қазбек би былай деп жауап берген екен. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқылаған сөз қиын, дәл осындай жағдайда пана болмас өз үйің. Жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып өзің түскен өрт қиын. Не істеріңді біле алмай ашиды сонда бас миың деген екен. Жақсы балалар, келесі менің жауабым деген бағанға өзіміздің жауабымызды жазып толтырайық. Келесі тапсырма балалар, Қазбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын шешендік сөзінен әдеби тілдің құбылту мен айшықтаудың түрлерін тауып талдайық. Қазбек бидің шешендік сөзінен мына жолдарын оқиық. Алтын ұяң отаның қымбат, құт берекең атаң қымбат, мейірімді анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат. Осы жолдардағы айшықтауды анықтайтын болсақ, қымбат деген сөздер бірнеше жолда қайталанып тұр екен. Сондай-ақ алтын ұяң, құт берекең, асқар тауың дегендер бұл метафора. Мейірімді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, өзің сүйген жарың қымбат, аймалайтын анаң қымбат деген шумақтарды алатын болсақ та, бұл жерде қымбат сөзі қайталанып тұр. Сондай-ақ асқар тауың, туып өскен, өзің сүйген, аймалайтын деген сөздер бұл эпитет балалар. Жақсы балалар, қорытындылай келе біз төрт сөйлем әдісімен бүгінгі сабағымызды түйіндейміз. Яғни менің ойымша Қазбек кім? Екінші, себебі. Үшінші, оған дәлел. Төртінші, қорытындылаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.